Бауырым, күніне қанша теңге табасың? 6-7 мың. Жасың нешеде? 16-та. Жасың 16-та ма? Сен әлі мектеп оқисың ба? Мектеп оқимын. Нешінші сыныпқа өттің? 10-ға өттім. Не нәрсеге ақша жинап жүрсің қазір таңда? Мамамның еміне, одан үйге, бауырларыма, мектеп формасына. Қанша бауырың бар? 3 бауырым бар, 2 інім, 1 қарындасым бар. Мектепке формасына, яғни ақша жинап жүрсің, Иә? Ой, машаллах, не деген өзің 16 жастасың. Міне қазақтың азаматтары, мен сен де ақылсың. Есімің кім? Нұрмұхамед. Қалада қазір 40 градус. Мынау неше ауырлығы? Мен Білесің ба? Үйреніп кеткен ба же? үйреніп Қазіргі таңда 20, 25, даже 30 жасар балалардың өзі әке шешесіне масыл болып түнімен компьютермен клубтарда ойнап жүр. Жалпы сен де ер азамат, жалпы жастарға, қоғамға үлгі болатын азамат дегенсің ғой. Өзің жинайсың ба жалпы ақшаңды? Мамама беремін, мама жинайды ғой. Еще мамаңа беріп отырасың ба? Ой, машалла. Өзіңіз ғана ма үйде жұмыс жасайтын? Иә. Өзіңнің болашақ арманың қандай болды? Болашақ арманым, отбасым, өзі үйіміз болғаны ғой. Мамам жазылып кеткені. Сонда сіздер қазір квартирада тұрасыздар ма? Иә. Қанша төлейсіздер? Ол жағын білесіз бе? Оны білмейді екен, мама төлейді, мамаға беріп тұрам болды. Бүйтейікші, қазір міне саған күніне 5-6 мың теңге табамын дедің ғой, Иә. 4-5, міне 50 мың теңге өзің бір керегіңе жаратасың или анаңа апарып бересің. Анама Мына ұстасың ана. Отошоп деген дүкеніміздің атынан. Және де саған түсіріп жатырмық қой мына видеоны. Осы видео 2 миллион, 3 миллион демей-ақ қояйын. Небәрі 1 миллион просмотрдан асса, біз мынау сенің 3 бауырыңды киіндіріп берсек қалай қарайсың? болды. Жарай ма? Мақұл. Құрметті достар, 1 миллион просмотр жинап жіберіңіздер. Мен сізге сенемін. Қолдауларыңызға көп рахмет. Ой, машалла, өзі момын жігіт екен енді. Аузынан сөзі суырып отыр достар. Сондықтан да осындай еңбектеніп жүрген бауырымызға қазақ елі болып неге көмектесіп жүрмегізге. Алдағына 1 ай уақыт бар ғой. 1 ай уақыттың ішінде 1 миллион просмотр біздің қазақ елінде не ол сөз емес қой 1 миллион деген. Сен үшін иншаллах жинап тастайтын болады. Біздің өзіміздің Отошоп деген магазиніміз бар. Сонда сен бауырларыңды апарып, киіндіріп кететін болады. Жарай ма? Болды. Бола ма бауырым, ризасың ба? Иә. Ал енді дастақтың қазір апарып тастаса да үйге қайт, жарай ма? Демал мына далада деген 40 градус ыстық болады. Разысың ба бауырым? Разымын. Ал, рахмет бауырым, көп саған.